Так, жұмыртқа жару білесің ба? Иә, бәріне сәлем. Бүгін біз 12 қасық деген пирогты жасап көреміз. Ол үшін бізге бірінші 3 жұмыртқа керек болады. Енді не істеу керек оған? 3, 8, 9. Он екі қасық сүт. 3, 12. Ол май. Сұйық майдан тоже 12 қасық болады. Араластырамыз. Чуть-чуть тұз саламыз. Біреу. 12 қасық саламыз ба? Иә. 3-еу, 4-еу. Себеміз. Басты тұру біз. Қойып оқыту мүмкін да сұрап. Бүйтуге де болады, қараш. Осында тез болып. Разрахеті. Қамыр қопсытқыш. Қамыр қосытқышты саламыз. Қамыр қопсытқыш. Қамыр қосытқышты саламыз. Иә. Давай. Шашыратпа. Кішкентай қасықпен бірлеп аламыз. Осындай консистенция болу керек бізде. Наның ішіндегіні ыдысқа құямыз. Ас-үсті режимге қоямыз. Градусты 180 градусқа қосып, духовканы қыздырамыз. Енді біз сиқырлы сөз айтуымыз керек. Бісміллә деймін. Бісміллә. Пирог пісу үшін 30 минут күтеміз. Сахарная пудраны бүкіл жеріне сеуіп шығамыз. Осындай болды.